Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін өте тез дайындалатын пирогтың түрімен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолына келетін болсақ, 250 грамм ұнға 7 грамм разрыхлителімізді саламыз, шымшым тұзымызды, 80 грамм қантымызды, 80 грамм майымызды, 1 қасық қаймағымызды немесе сүтке ауыстыруға болады, қаймақ болмаса, және де 1 жұмыртқамызды жарып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды оқтаумен жайып, формамызға саламыз. Пісу барысында қамыр көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 3 алманы өткіштен өткізіп аламыз. 50 грамм қант саламыз. Және де 2 шай қасық крахмал саламыз. Егер де крахмал болмаса, кішкене ұн салуға болады. Енді осы начинкамызды пирогымыздың бетіне тегісте жайып шығамыз да, пирогымызды 180 градус пеште қызарғанша пісіреміз. Пирогымыз қызара бастаған кезде, достар, жұмыртқаның 2 ақ-уызын шым-шым тұз қосып, 2 ас қасық қант салып, меренге соғамыз. Достар, белокты соғуға менде 2-3 минут уақыт өтті. Енді осы дайын болған меренгіні пирогтың бетіне салып, жағып, яғни осы пирогты тағы да 5 минутқа пешке салып аласыздар. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте әдемі, дәмі одан да тәтті болатыны сөзсіз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет, достар. Егер де менің рецепт ұнаса, мені қолдап жіберіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.